Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Мына галерея дейтін Корея дүкені. Қымбат дүкен негізі, арзан емес. Әртүрлі заттар бар осында. Біз бұл жерден теңіз тұзын аламыз. Мына жақта теңіз тұзы бар. Ол теңіз тұздың бір қасиеті денеде қалмайды, бүйректе шығып кетеді суменен. Ал басқа тұздар сәл қалады екен денемізде. Содан кейін сондай біреу ақыл бергеннен кейін осы жерден сол тұздарды сатып алып жүрміз. Мен қазір көрсетейін. Мінекей, осының бәрі тұз. Біз мұнаны алдық. Сөйден бәріміз жақсы көреміз ғой. Солардың кеспелері болады. Әші. Сол кейбір кезде жерден сол кеспелерін аламыз. Үстіне су құясында қайнаған жей бересің. Бірақ бүйрекке зиян. Қазір мен бүйрегім сәл қан қысым беріп жүр. Соң қазір диетада отырып сәл сақтанып жүрмін. Негізі тұзды нәрсені де жемеу керек. Біз білмейтін әр нәрселер сатылады осы жерде. Осы солтүстік Кореяда мысалы үшін адамдар үйренген тауарлар бар ғой, соларды алып келеді осында. Соя соусын аламыз осындан, осы жерден. Теңіз шөптері бар, әртүрлі мына. Орысша водоросли дейді. Күріштері бар андай. Күріштің түрлі сорты болады екен ғой. Мысалы біз суши жейміз ғой, жабысатын күріш болады, жабыспайтын күріш болады. Соны жақтан келіп жабысатын күріш алады. Мына күріштер бар. Жабысатын күріштер. Одан кейін теңіз заттары бар. Теңізден алынатын заттар. Балық, шаян деген сияқты. Иісі бір түрлі бізге жағымсыз болады енді. Қазақтың мұрнына. Бізде теңіз жоқ. Мына кимчи дейтін бар, соны өте жақсы көрем, бірақ бүйрегім осындайды сатып алып жүрген. Қытырлап тұр. Жейсің ғой, әші әдемі, бірақ бүйрекке деген. Бүйрегім сыр білдіріп жатыр. Бүйрегім сыр білдіріп жатқаннан кейін сәл қоя тұратын болдық, жемей қойдық. Сау саламат болыңыздар, келесі кездескенше.